10 сынып физика пәні номері 9 сабақ. Тақырыбы массалар центрі, тепе-теңдік түрлері. Сабақтың мақсаты абсолют қатты дененің массалар центрін анықтау және әртүрлі тепе-теңдікті түсіндіру. Маған тіреу нүктесін тауып берсеңдер, жерді де көтере аламын деген Архимедтің сөзінен бастасақ деп отырмын. Бүгінгі сабағымызды сонымен жалпы біздің басталғалы отырған статика тарауымыз бұл механиканың тепе-теңдік пен абсолют қатты денелердің тепе-теңдік шарттарын зерттейтін бөлімі. Бұл бөлімде біз барлық денелерді абсолют қатты деп және осы денелердің тыныштық күйдегі жағдайларын қарастыратын боламыз. Жалпы тепе-теңдік дегеніміз әсер ететін барлық сыртқы және ішкі күштердің геометриялық қосындысы нөлге тең болатын күй. Бұны біз 7 сыныпта өткен болатынбыз. Дене тепе-теңдік қалпын сақтау үшін оған түсірілген сыртқы күштердің қосындысы нөлге тең болу керек. Себебі центрлердің массасы ғана тыныштық қалпын сақтайды. Сонымен тепе-теңдік кезінде денеге әсер ететін барлық күштердің кез келген ось бойынша моменттердің қосындысы нөлге тең. Бұл тепе-теңдіктің бірінші шарты, жаңа айтқанымыздай, екі ішкі күштердің қосындысы нөлге тең, сыртқы күштердің қосындысы шексіз. Тепе-теңдіктің екінші шарты бойынша денеге әсер ететін барлық күштер моменттерінің алгебралық қосындысы нөлге тең болғанда дене тепе-теңдікте болады. Сонымен денелердің ауырлық центрі. Денеге әсер ететін ауырлық күшінің мәніне тең әрекетті күш түсірілген нүкте. Ал массалар центрі деп отырғанымыз денені құрайтын бөлшектердің жүйесін сипаттайтын және радиус векторы келесі формуламен анықталатын геометриялық нүкте. Бұл яғни дененің центрін анықтайтын формула төменде көрсетілген. Массалардың центрін анықтау формуласы. Дененің ауырлық центрі дененің кез келген орналасуында ауырлық күштерінің тең әрекетті күші арқылы өтетін нүкте. Массалар центрі, яғни ауырлық центрі, дене қимылын немесе бөлшектердің жүйесін сипаттайтын геометриялық нүкте. Қатты дененің кеңістіктегі кез келген жағдайында оның бөлшегіне әсер ететін барлық ауырлық күштердің қортқы күші өтетін қатты денемен өзгеріссіз байланысты нүкте. Тіреу нүктесі мен тіреу осі бар дене тепе-теңдікте болу үшін ауырлық центрінен өтетін вертикал тіреу нүктесінен де өтетін болу керек. Содан кейін тепе-теңдіктің әр түрінде ауырлық центрінің қалай орналасатыны анықталады. Мұнда суретте жазық фигуралардың ауырлық центрі көрсетілген. Әртүрлі фигуралар, яғни сонымен тепе-теңдіктің түрлеріне тоқталайық. Жалпы тепе-теңдіктің 3 түрі бар деп айтамыз. Олар орнықты, орнықсыз және талғаусыз деп 3 түрге бөлінеді. Енді осы түрлерін жеке-жеке талдайық. Сонымен орнықты тепе-теңдік түрі дегеніміз мінекей суретте көрсетілгендей, яғни ауырлық центрі тіреу нүктесінен төмен орналасса, дененің тепе-теңдігі орнықты болады. Денені ауытқытқанда ауырлық центрі көтеріледі, дене бастапқы қалпына оралады. Бұл тепе-теңдік түрі сонымен орнықты деп аталады. Келесі екінші түрі ол орнықсыз тепе-теңдік. Яғни орнықсыз тепе-теңдік деген тіреу нүктесі ауырлық центрінен төмен орналасса, дене орнықсыз тепе-теңдікте болады. Ауырлық центрінің орнын ауыстыру бағытына қарай дененің тіреу нүктесі орын ауыстырғанда тепе-теңдік қалпына келе алады. Тепе-теңдіктің келесі үшінші түрі ол талғаусыз тепе-теңдік деп аталады. Бұл дененің кез келген қалпында күштердің тепе-теңдігі сақталатын жағдайлар болады. Дененің бұл қалпы талғаусыз деп аталады. Олай болса, келесі сұраққа бірге жауап беріп көрейік. Алдарыңызда суретте
көрсетілген сызғыш қандай тепе-теңдікте тұр? Не себепті? Олай болса, сіздермен бірге жауап берейік. Яғни бұл суретте көріп отырғанымыздай сызғыштың тұрған тепе-теңдігі орнықсыз тепе-теңдік деп аталады. Себебі тіреу нүктесі ауырлық центрінен төмен орналасқан. Егер дене өзінің тепе-теңдік күйінен ауытқу кезінде, мінекей көріп тұрғандарыңыздай, қайтадан тепе-теңдік күйіне алып келуге тырысатын күштер болса, яғни күш моменті пайда болатын тепе-теңдік, сонымен орнықты деп аталады. Көріп отырғанымыздай суретте орнықты, орнықсыз және талғаусыз түрлері көрсетілген. Олай болса, сіздермен келесі физикалық диктант болады. Яғни көп нүктенің орнын сөздермен толықтырамыз. Мысалы, бірінші, дене тепе-теңдікте болу үшін оған әсер ететін күштер қосындысы және күш моменттерінің қосындысы нөлге тең болу керек. Осылай жақша ішіндегі сөйлемді қосып, яғни физикалық сөйлемдерді, диктантты жалғастырып жазамыз, сөйлемді толықтырамыз. Олай болса, әрі қарай келесі 3 сөйлемді өз бетіңмен толықтыра қой. Жақсы, олай болса сіздермен келесі есеп шығаруды үйренейік. Бірнеше мысал есебіне және шығарылу жолына қарай отырып, мұқият түсініп дәптерімізге жазып, физикалық формулалардың есеп шығаруда қолдану әдіс-тәсілдерін қарап мұқият үйрене отырып, келесі есепті де өз бетіңмен шығарып үйрен. Бұнда 2 есеп бар. Бірінші есеп. Салмақсыз рычаг тепе-теңдікте тұр. Егер рычагтың ұзындығы 40 см, АВ 30 см болса, массасы екінші дененің 6 кг болса, онда бірінші дененің, яғни бірінші жүктің массасы неге тең? Есеп түсінікті болса, екінші есепке қарай қой. Массасы 1 кг, ұзындығы 1 метр шыбықтың бойына сол жақ шетінен бастап массалары 1 кг, 3 кг, 4 кг және 5 кг шарылар бір-бірінен бірдей қашықтықта бекітілген. Жүйенің ауырлық центрін анықтаңыз. Мінекей осы есепті жоғарыда көрсетілген мысал есебіне назар аудара отырып, өз бетіңмен орындай қой.